16 шілде. Жазғы демалыс жалғасуда. Ал бүгін біз бәйтерекке серуендеп барамыз. Күннің ыстығына қарамай, бәйтерекке жаяу баруды шештік. Ал менің анам болса, күннен қорғану үшін қолшатыр алды. Бәйтерек жақын көрінгенімен бірталай жер. Көліктер жүретін көпірдің астымен өтеміз. Қазір біз Нұржол бульварымен келе жатырмыз. Қараңыздаршы, сондай керемет көрініс. Нұржол бульвары Астананың ең танымал жаяу жүргіншілерге арналған кең көшесі. Ол Хан Шатыр кешенінен басталып, Бәйтерек монументі арқылы Ақордаға дейін жалғасады. Бәйтерекке жақындап қалған сияқтымыз. Бұл бульвар бойында әдемі фонтандар, заманауи ғимараттар орналасқан. Жаз мезгілінде түрлі түсті гүлдермен безендіріліп, қала тұрғындары мен қонақтары үшін серуендейтін сүйікті орынға айналады. Нұржол бульвары елорданың заманауи рухын, даму қарқынын және ашықтығын бейнелейтін маңызды символдардың бірі. Күн сондай ыстық, шөлдеп кеттім. Бірақ жақында дүкендер болмады. Балмұздақ сататын кафеге кіріп едім, апайлар маған суды тегін берді. Әбден шаршадым, бірақ жетіп қалған сияқтымыз. Егер сіз Астанаға алғаш рет келсеңіз, міндетті түрде көру керек ең басты нысан ол Бәйтерек. Бәйтерекке саяхатшылар өте көп келеді. Бәйтерек өмір ағашы, бүкіл әлемнің тірегі деп айтылады. Оның басында самұрық құсы алтын жұмыртқа салады деген керемет миф бар. Осы аңызды негізге ала отырып, біздің Астанамыздың қақ ортасында 97 метрлік керемет монумент салынды. Ересек адамдарға билеттің құны 2500 теңге, ал балаларға 1250. 97 саны кездейсоқ емес. Бұл Астананың 1997 жылы Астана болып жарияланғанын білдіреді. Лифтпен үстіге көтерілеміз. Бәйтеректің ең жоғарғы бөлігінде алтын шар орналасқан. Ол күннің, өмірдің, жарқын болашақтың символы. Ішіне кірсеңіз, арнайы лифтпен алтын шарға дейін көтерілесіз. Жоғарыға шыққанда бүкіл қаланы алақандағыдай көресіз. Әсіресе күн батқанда немесе түнде қаланың шамдары жанғанда көрініс өте керемет. Біздің әдемі Астана қаламызды көруге болады. Дәмхана да бар екен.
Бәйтерек тек әдемі нысан емес, ол тәуелсіз Қазақстанның жаңаруын, биік мақсаттарын, болашаққа ұмтылысын білдіретін символ. Сондықтан достар, егер Астанаға жолыңыз түссе, Бәйтерекке бармай кетпеңіз. Бұл жерде ерекше энергия, ерекше рух бар. Ал шардың ішінде тағы бір ерекше нәрсе бар, аялы алақан. Бұл елбасының алақанының ізі. Көп адам ол жерге қолын қойып тілек тілейді. Ең қызық болғаны, ол мен Бәйтерекке шығып қолымды қойғанда, айфонның памяті бітіп қалды. Ал сіздер Бәйтеректе болдыңыздар ма? Қандай әсер алдыңыздар? Төменге пікір жазып қалдырыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.